Оны бизнесмендерден, үлкен инвесторлардан сұрау керек, неге келмей жатсың деп. Бір себебі біздің инфрақұрылымымыз жетіспей жатыр, содан қашқақтай. Екіншіден, шетелдік инвесторларды қорғау жөнінде арнайы заң бар, сенімсіздік бар. Бұрынғыдай бола ма, тамыр таныстықпен, прокуратурасы бар, басқалары бар, зорлық қылып тартып алмай ма, бизнесімізден айырылып қалмаймыз ба? Несі керек? Бұрын болды ғой. Қарғос кімнің ықпалында болғанын сіздер жақсы білесіздер, қай семьяның ықпалында болғанын. Сондықтан біз соның бәрін тазалап жатырмыз. Біз ұзын саны 37 проект, қазір 16-сын жүзеге асырдық. Түсінікті болу үшін былай деп айтайыншы. Алдыменен заводтар, инвесторлар жұмыс істеу үшін ана жерде қажетті жағдай болу керек. Газы тартылу керек, кәріз жүйесі болу керек, постоянный жылуы болу керек, тоғы болу керек, көшелері дұрыс болу керек, ішкі инфраструктурасы даму керек. Өкінішке орай, ол колгосты былтыр ғана көктем айында, май айында бізден 1 жылдан аса уақыт біздің облысқа берді. Бұған дейін бұл біздің мына үкіметтің сауда министрлігінің құзырында болған. Енді 20 жыл басқарған кезде олардың не істегеніне мен баға бере алмаймын, бірақ картинасы орысша айтқанда плачевный, біз қолымызға алған кезде. Сол бір жылдан астам уақыттың ішінде біз барлығын ретке қойдық. Инвесторлардың правасы қорғарылды, жерде алып жұмыс істемей 10 жылдап, 20 жылдап отырғандардың бәрін сот арқылы 1 жыл оңай шаруа емес.